Ассалаумағалейкум достар. Теңге Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы. 1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен теңге айналысқа енгізілген. Тарихымыздағы алғашқы тиын және қағаз теңгелерді кейбіреуіңіз мүлде көрмеген боларсыздар. Әрине, бұл тақырып жеке видеоны талап етеді. Себебі біз бүгін Қазақстандағы ең қымбат тиындар жайлы сөз қозғаймыз. Әрине, ондай бағалы тиындар сіздің үйіңізде де болуы мүмкін. Жалпы нумизматика тиын және қағаз ақшаларды зерттейтін ғылым, ал осы ақшаларды жеке коллекциясына жинайтын адамды нумизмат деп атайды. Әрине, нумизматика коллекционер адамның жинау ерекшелігіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Біреулер тиын ақшаны естелікке сақтаса, басқалары қағаз ақшалардың ізіне түседі. Жалпы, бұл хобби тек тиын жинаумен шектелмейді. Адам қызығушылығына орай әртүрлі заттарды топтастырып жинайды екен. Әр елде сол елдің тиындарын жинайтын адамдар болады. Бүгін біз еліміздің коллекционерлері ақшаларын аямай қиятын Қазақстанның тиындары жайлы айтамыз. Тиын жинау әуесқойлары бұл бағалы теңгелердің сиректігі мен ерекшелігіне мән береді екен. 100 теңге. 100 теңге 2002 жылдың 1 шілдесінде айналысқа енгізілді. Тиынның бет жағында 100 теңге деген жазуы, ал керісінше жағында Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Тиынның ішкі дөңгелегі нейзильбер металынан құйылған, ал сыртқы сақинасы нибрас деп аталатын сары түсті металдан жасалған. Әрине, әуесқойлар бұл тиынның бірнеше ерекшелігіне қарап сізге біраз ақшасын ұсына алады. Қарапайым 100 теңге өз құнына бағаланады, ал белгілі бір ақауы бар тиын оларды қызықтырары сөзсіз. Біле білсеңіз, тиындар өз елімізде Өскемен қаласында орналасқан Қазақстан теңге сарайында дайындалады. Қағаз және тиын ақшаларды жасау барысында олардың бірақ түрлерде кездеседі. Солай 100 теңгенің орталық сарысы шеткі ақ металдан жасалған сақинасымен араласып жылжып кететін ақауы кездеседі. Осындай тиын амияныңыздан табылса 3000 теңге немесе 5000 теңгенің аралығында сата аласыз. Бұл ақауы бар 100 теңгелердің ең арзаны десе де болады. Тіпті толық сары нибрас металынан құйылып кететін 100 теңгелер де кездеседі. Ондай тиынға сізге 6000 теңге мен 15000 теңгенің аралығында ақшаны ұсынады екен. Дәл осындай толық ақ нейзильбер металды тиын да бар. Ол 10.000 мен 20.000 теңгенің көлемінде бағаланады екен. Тиынның бағасы оның сақталу сапасына байланысты. Қаншалықты жаңа күйде тауып алсаңыз, соншалықты бағасы да жоғары болады. Қалтаңыздағы сыңғырлаған тиындарды дәл қазір тексеріңіз. Бәлкім, сондай 100 теңге сіздің амияныңызда жатқан шығар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл мерекелік монетасы. 1995 жылдан бастап Қазақстан ұлттық банкі арнайы мейрамдар мен маңызды күндерге арнап мерекелік монеталарды шығара бастаған. Естеріңізде болса, ондай мерекелік монетаның ең алғашқысы Біріккен Ұлттар ұйымына 50 жыл толуы қарсаңында дайындалып, айналысқа енген болатын. Сол уақыттан бастап қазірге дейін Қазақстан ұлттық банкі жаңа деңгейге өтіп, түрлі мерекелік монеталарды жарыққа шығарды. Әрине, ол монеталарды сіз амияныңызда әрдайым кездестіре бермейсіз. Себебі олар арнайы коллекционерлер үшін естелікке жасалған. Бірақ Қазақстанның заңнамасына сәйкес, ол тиындарды сіз көрсетілген бағасында сатып алу мен сату үшін қолдана аласыз. Әрине, ондай монеталар миллион емес, небәрі 50.000 таралыммен шығады. Олардың арасында кейбірі қазіргі кезде сатылымнан азайып, алғашқыда өз бағасында сатылғанмен қазіргі таңда күрт қымбаттап кеткендері де бар. Мысалы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл толуына орай 2001 жылы 13 қарашада айналысқа енгізілген монета. Номиналы 50 теңге монетаның сыртқы жағында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жылдығы мерекелеудің ресми рәмізі бейнеленген. Бұл монетаның сиректігі қатты байқалмағанымен, бағасы 5000 теңгеден басталып 10.000 теңгеге жетеді. Бесікке салу монетасы.
Әрине, мерекелік монеталар тек атаулы күндерге ғана арнап жасалмайды. Еліміздің салт-дәстүрі мен мәдениеті, сан ғасырлық тарихы мен тұлғаларға да арналған тиындар бар. Солардың бірі Қазақстанның әдет-ғұрпы мен ұлттық спорт ойындары санына арналған номиналы 50 теңгелі бесікке салу монетасы 2006 жылғы 22 желтоқсанда айналысқа шығарылды. 50 мың данамен таралған естелік монетасының сырт жағында киіз үйдің стильденген жасау жабдығының фонында бесікке бала бөліп отырған әйелдің суреті салынған. Егер сіз осы монетаны үйіңізден тауып алсаңыз, коллекционерлер оны сізден 10-12 мың теңгеге сатып алады. Миллениум. 50 мың данамен таралған Қазақстан Республикасының 3-ші мыңжылдықты салтанатты қарсы алуына арналған ескерткіш монета 1999 жылғы 15 желтоқсанда айналысқа шығарылды. Номиналы 50 теңгені құрайтын монетаның сырт жағында 3-ші мыңжылдықты салтанатты қарсы алуға әзірлену және оны өткізу жөніндегі мерекелік комиссия бекіткен миллениумды Қазақстанда қарсы алудың ресми рәмізі бейнеленген. Бұл монета қазіргі таңда сирек кездесетін болғандықтан өз коллекциясын толықтыруды көздеген адамдар оны 10 мың теңгеден бастап 15 мың теңгеге дейін сатып алуға дайын. Жеңіске 55 жыл монетасы. Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 55 жылдығына арналған монета 2000 жылдың 24 сәуірінде айналысқа шығарылды. Номиналы 50 теңгені құрайтын монетаның сырт жағының ортасында Алматы қаласындағы 28 Панфиловшылар саябағындағы даңқ мемориалы бейнеленген. Миллениум сынды сатылымда көп кездесе бермейтін бұл тиынның қазіргі құны сақталуына байланысты 10 мың теңгеден басталып 19 500 теңгені құрайды. Түркістан монетасы. Қазақстан жеріндегі ең көне қалалардың бірі Түркістан қаласының 1500 жылдығына арналған монета 2000 жылғы 1 қыркүйекте айналысқа шығарылды. Номиналы 50 теңге монетаның сырт жағының ортасында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің оңтүстік қақпасы бейнеленген. Оң жағында 2000 деп шығарылған жылы жазылған. Оның астында 1500 жыл деген сөздер екі қатарға орналастырылған. Оның оң және сол жағында ұлттық ою-өрнек элементтері бейнеленген. Бұл көздің жауын алар көрікті монетаның бүгінгі құны 10 мың теңгеден бастап 25 мың теңгені құрап отыр. Сондықтан үйдегі ескі тиындарыңызды бір ақтарып көріңіз. Сынамалық теңге. Біз жоғарыда теңге Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы болып, 1993 жылы айналысқа енгізілгенін айттық. Бірақ ол заң қабылданғанға дейін жаңадан іске қосылған Қазақстан теңге сарайы сынақ мақсатында бірнеше тиындар мен теңгелерді соғып шығарған болатын. Номиналы 10 тиын, 50 тиын, 10 теңге және 50 теңгені құрайтын бұл сынамалық монеталардың кейбірі жойылмай, бүгінгі күнге дейін бірен-саран коллекционерлердің қолында сақталып келеді. Әрине, егер сіз үйіңізден осындай сынама тиындарды тауып алсаңыз, олардың әрқайсысының құны 50 мың теңге мен 80 мың теңгенің арасында бағаланатынын ұмытпаңыз. Мың 1992 жылғы теңге. Біз қазіргі таңда қолданып жүрген тиындар 1997 жылы жаңартылған дизайнде айналысқа енгізілген болатын. Олар биыл ғана тағы өзгеріске ұшырап, латын әрпімен айналысқа енгізілді. Ал 1993 жыл мен 1997 жылдың аралығында Қазақстан халқы ескі дизайндағы алғашқы тиын және теңге монеталарды қолданған еді. Естеріңізде болса, олар 2, 5, 10, 20, 50 тиын және 1, 3, 5, 10 және Әл-Фараби бейнеленген 20 теңге. 1993 жылғы бұл тиындар қазіргі кезде 10 теңге мен 500 теңгенің аралығында сатылымда бар. Қазақстан ұлттық банкі теңгені ресми түрде 1993 жылы айналысқа енгізбей тұрып, бір жыл алдын жасырын түрде 1992 жылы 1, 3, 5, 10, 20 теңгелік монеталарды соқтырған болатын. Бірақ бір себептермен олардың барлығы жойылып, ресми 1993 жылы жаңадан соғылып айналысқа енгізілген болатын. Кейбір 1992 жылғы монеталар жойылудан аман қалып, коллекционерлердің қолында қазіргі уақытқа дейін сақталған болатын. Егер сіз үйіңізден 1992 жылғы 1, 3, 5, 10, 20 теңгені тауып алсаңыз, әрқайсысын 100 мың теңгеге сата аласыз. Барлығының құны 500 мың теңгеге бағаланады. мың 1992 жылғы 5 тиын. Әлемнің әрбір елінде сирек ұшырасатын
коллекционерлердің арасында өте жоғары бағаланатын монеталар бар. Біздің елімізде де сондай раритет монеталар бар екен. Жоғарыда айтқанымыздай 1992 жылғы соғылған монеталардың арасында сынамалық 5 тиында болды. Ол монета өте сирек кездесетін болғандықтан, тіпті бірнеше данасы ғана бар болғандықтан өте қымбат бағаланатыны анық. 1992 жылғы 5 тиынның құны қазіргі таңда 1 миллион теңге мен 5 миллион теңгенің аралығында бағаланады. 1992 жылғы 1 тиын. Қазақстандағы сирек ұшырасатын, жалпы еліміздегі ең қымбат тиын 1992 жылғы сынамалық 1 тиын екен. Әрбір коллекционер өз коллекциясына қоюды армандайтын бір ғана данасы бар бұл монетаның құны қазіргі таңда әлеуметтік желіде 10 миллион теңгеге бағаланған көрінеді. Әрине бұл топтағы монеталар алтын және күміс сынды бағалы металдардан жасалмаған. Елімізде құны өте қымбат бағалы металдардан да жасалған монеталар бар. Достар, сіздер осы видеодағы тиындардың қайсысы бір түрін үйден тауып алсаңыздар, комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, оны достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода жолыққанша.